орындамаған жағдайда арнайы айыппұлдары бар, айыппұлдарын көтереді. Ал оны төлеген жағдайда біз бұл жауапкершіліктен құтылмайды. Міне бізге осындай мамандар керек, осыны оқуға грант бөлсеңіздер деген өтімдердің негізінде ол маман 4 жылдың көлемінде бітірген кезде сол салаға жіберіп, міне сіздердің берген өтінімдеріңіз бойынша мына бала 4 жыл оқып шықты, қайдан енді жұмыс орындарын ұсыныңыз деген ол кісілер міндеттеме қояды. Сол жерге барып жұмысқа орналасуға мүмкіншілік болады. Ол бір жағы. Кейбір жұмыс берушілер алғылары келмейді, енді сөзін ашық керек. Квотаны қоспай қойық. Бірақ біз ол кісілерге жастар практикасын ұсынамыз. Алғашқы жұмыс орны жобасы бар, қоғамдық жұмыстар бар. Жоқ дегенде бір 6 ай, 1 жылдың көлемінде барып, сол жерде қызмет жасасыншы. Егерде ары қарай алып кететін жағдайда, өз-өзін көрсететін жағдайда тұрақты жұмысқа орналасуға толық мүмкіншілігі бар. Дәлел бар жерде де-факто бар. Ассалаумағалейкум баршаңызға, бұл де-факто подкаст. Өздеріңіз білетіндей, бүгін бізде қонақта Ермек Арынханұлы. Қазіргі таңда мүгедектігі бар жандар үшін жұмысқа орналасуға квота қалай іске асып жатыр? Сол жайлы әңгіме етейік. 2023 жылы бізде елімізде президенттің тапсырмасына сәйкес әлеуметтік кодекс қабылданған. Бұл кодекстің ерекшелігі осы уақытқа дейін бізде жұмыспен қамту заңы бір бөлек, атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау туралы бір бөлек, арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету бір бөлек, осындайдан құралған 10 заңнама барлығы жеке-жеке бекітілген болатын. Ал осының барлығын қысқартты да қазір жалпылама әлеуметтік кодекс қабылданды. Сол әлеуметтік кодексте арнайы бап бар, яғни мүгедектігі бар азаматтарды егерде белгілі бір кәсіпорында 50-ден астам штаттық бірліктері болатын болса, ол азаматтарға, яғни ол жұмыс берушілерге 2%-дан 4%-ға дейін тұрақты жұмысқа орналастыруға міндеттенеді, яғни мүгедектігі бар азаматтарды. Биылға біздің жоспарымыз осындай кәсіпорындарда біз 102 кәсіпорынды жыл басынан бекіттік. Ол осы кәсіпорындарда жыл аяғына дейін 220 мүгедектігі бар азаматтарды квота аясында жұмысқа орналастыру белгіленген. Айта кетсек, қандай топтағы мүгедектер бірінші, екінші, үшінші солардың қайсысы? Бізде енді көбінесе үшінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар, ал арасында енді екінші топтарға, бірінші топтар өзінің мысалы арбаларда отырған азаматтарымыз бар. Қолдары барлығы, санасы барлығы істеп тұр, бірақ қозғалыс мүшелері істемегендіктен, яғни ол кісілердің отырып жұмыс жасауына ыңғайлы келетін квотаны бекітіп береміз. Осындай азаматтар бірінші топта да кездеседі. Егерде ол кісілердің алдын ала осы квотаны белгілеместен бұрын біз мүгедектігі бар азаматпен, жұмыс берушілер азаматтармен келісеміз. Міне осындай жұмыс бар, бірақ бір ерекшелігі бұл жерде денсаулыққа зиян келтіретін ауыр жұмыстарға квота белгіленбейді. Яғни бұл жеңіл кабинетте отыратын жұмыс орындары бекітіледі. Бүгінгі күні мен және сөздің басында айттым, жарты-жылдықтың нәтижесі бойынша біз 105 азаматты, мүгедектігі бар азаматтар жұмыспен қамтыдық. Бұл жерде де үлкен проблемалар бар. Кейбір кәсіпорындар әртүрлі сылтауларды алға жылжытып, алға сүйреп, мүгедектігі бар азаматтарды жұмысқа алғысы келмейді. Оның бір себептері бар шығар, әлде олар мүгедектігі бар жандармен жұмыс жасап көрмегеннен кейін бәлки енді ауыр болады деген секілді. Жұмыс берушілерге де енді ол кісілерге 8 сағат ол кісілерге жұмыс жасай алмайды ғой. Квотаның өзінде де ол кісілерде жеңілдетілген уақыт берілген. Ол бір. Екіншісі, ол мамандарға, ол квотамен келген азаматтарға жүктеме жасай алмайды. Басқа да жұмыстарды өзінің бір бағыты ғана бар, сол бағытта. Ал екінші, біздегі жұмыс берушілердің көп қозғап отырған мәселесі бұл жеңілдік берілсе дейді. Егерде сондай санаттағы азаматтарды алса, мүмкін бір коммуналдық төлемдер бойынша жеңілдік болса, мүмкін басқа бір грант, шағын несие алуда жеңілдіктер болса деген өтінімдер, ұсынымдар бар. Біз оны жинақтап, еңбек министрлігіне жіберілдік, бүгінгі күні қарауда. Ал егер жаңағы
мүгедектігі бар жұмысшыларды, азаматтарды жұмысқа алғысы келмесе, оларға заңды түрде штраф болмаса Дұрыс сол сұрақ. жайлы қоюға болмай ма? Болады. Бізде мемлекетімізде женегі егерде квотаны орындамаған жағдайда белгілі бір кәсіпорынға біз жылдың басында бекітіп береміз ғой. Күтеміз, 6 ай күтеміз, 9 ай күтеміз. 12 айда бір жылда ол квоталарды орындамаса, бізде құзырлы орган бар, еңбек департамент деген, еңбек инспекция департамент деген. Сол азаматтар бізде арнайы еңбек инспекторлары бар. Орындамаған жағдайда арнайы айыппұлдары бар, айыппұлдарын көтереді. Ал оны төлеген жағдайда біз бұл жауапкершіліктен құтылмайды. Арман қарай келесі жылда бұл квота ол кісілерге жүктеме болып бекітіледі. Мен нақты білмеймін, қай жерден бір жерден оқыдым. Негізі егер олардың өз еркілері бар ғой, негізі жаңағындай мүгедектігі бар жандарды жұмысқа алса да болады, олар алмаса да болады. Иә? Әлде егерде 50 штаттық бірліктен асқан жағдайда ол жерде ауыр жұмыстар, денсаулыққа тікелей зиян келтіретін еңбек жұмыстары болмаса, ол жұмыс беруші алуға міндетті болады. Ол өзінің қалауы деген бұл жерде мәселе жоқ. Ол міндетті болады. Міндетті біз ол кісілерге квотаны қоямыз. Жыл аяғында орындамаса, еңбек инспекторлары барып, егерде жүктемені орындамаған жағдайда барып, ол кісілерге айыппұл салады. Мүгедектігі бар жандарды қандай мамандықтар бойынша сұраныс жоғары, оларды оқыту мүмкіндіктері қандай деген секілді? Бізде жалпы жұмыспен қамту мәселесінде ауылдық елді мекендерде, аудандық орталықтарда мансап орталықтары құрылған. Яғни бұл мансап орталықтардың тікелей міндеті жұмыссыз азаматтар, келген азаматтар жұмыспен қамту, сонымен қатар жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тарту. Екінші бағыт бар бізде электрондық еңбек биржасы деген. Еңбек кезет. Еңбек кезет. Бұл жерде және сіздің сұрағыңыз, бүгінгі күні бізде IT саласында, операторлық саласында бізде мүгедектігі бар азаматтар жұмыспен қамту үлкен бір сұранысқа ие. Көбінесе біздегі мүгедектігі бар азаматтар IT саласында оператор, я болмаса компьютерлік қызметтерге қызмет жасау, интернет саласы болсын, түрлі ақпараттық саласында Жетісу облысында үлкен сұранысқа ие. Одан кейінгі мына әйел азаматшалары тарапынан іс жүргізу, делопроизводитель дейміз. Шеберханалар біздегі тігін ісі, осы жерлерде үлкен біздегі жұмыспен қамтудың шараларына тартылған. Осы жерді айтып өтейін, біз өзіңіз білесіз, қоғамдық жұмыс деген бар. Мемлекет тарапынан бір жылдың көлемінде субсидиямен сол азаматтарға ай сайын жалақы береді. Ал оны біздегі кейбір мысалы тігін цехтары бар, бізге өтінімдер береді. Міне мынандай мүгедектігі бар азаматтар бар, бізге жіберсеңіз, біз кісілерге үстеме қолдарына 50 болама 70 мың теңгелі қаржылай береміз. Сіздер үстеріне 100 мың теңге беріңіздер. Сонда сол азаматтар 170 мың теңгенің көлемінде ай сайын жалақы алып отырады. Бұндай да шаралар бар бізде. Мәселен, менің басымнан өткен нәрсе, енді арбаға таңылғаннан кейін не істей алам деген өзіме сұрақ келеді. Енді мен саусақтарым істемегеннен кейін мен білмеймін өзім неге жарайым, қай жерге не істей алам деген сияқты. Желтоқсан көшесінде бар ғой, карьерный ма? Әлде сол мен мансап орталығына айтып, бұрынғы жұмыспен қамту орталығы. Мен сол жерге бардым. Барғаннан кейін жұмыс іздеп бардым негізінде. Бері жұмыс бар ма деп сұрадым, ол кісілер айтты, не істей аласың деді. Мен білмеймін не істей алатын деді, онда сізге жұмыс жоқ деді. Дипломыңыз болды ма? Менде сварщиктікі ғой. Жұмыс соғаннан кейін. Мен ойладым, ол жерде бәлки оқытып, барып, маған үйретіп, содан кейін кәсіпорынға отырғызып береді. Алмас, негізі ол жерде ол мамандар
Жақсы сіз сөйтіп айтқан екенсіз, бірақ ол кісілер сізге Талдықорған қаласында болса, жұмыс берушілердің вакансиясын ұсыну керек еді. Яғни, егер де сен қандай не істей аласың деген сұраққа енді жақсы жауап бермеген шығарсыз, бірақ таңдау еркі сізде ғой. Белгіленген вакансияларды алдыңызға жіберіп, міне, мынандай жұмыс беруші, мынандай вакансияларға азаматтар сұрап отыр. Сіздің денсаулығыңызға байланысты қандай жер ыңғайлы. Егер де осыны келсеңіз, біздің мамандар, сол жердегі мансап орталықтар мамандары сол жұмыс берушілермен келісу керек еді. Негізінде. Вот осындай адамдар керек қой бізге. Мен егер мүгедектігі бар азаматтар барса, олар жаңағыдай ұсынғаннан кейін, бәлки менің білімім жетпейді, мәселен компьютер құлағанға, болмаса басқа да нәрсе, 3 айға оқытқаннан кейін бар жұмысқа кіргізсе. Дұрыс. Осы жерде дұрысырақ қоя салмас. Енді 3 ай оқытамыз, егер де сіз бәлки сол уақытқа барған кезде бір жұмыс берушімен келісті делік. Сіздің мысалыңызда келтірейік, қазір көрермендерге түсіндірікті болу үшін. Сіз ұнаған жұмысшыларға, яғни сіз ұнатқан жұмыс бар, жұмыс берушілермен біздің мансап орталықтар мамандары келісті, бірақ сіздің о жерде еңбек өтіліңіз жоқ, стаж работаңыз жоқ. Осы бағытта біздің мамандықтар ол кісілерге сол мамандық бойынша сізді 3 ай оқыта алады, оның есесін сізге ай сайын студент болғаның үшін сізге жәрдемақы береді. Жәрдемақы болғанда стипендия айтамыз ғой. Соны бере алады. Жүріп тұрғаныңызға, жолақыңызға ақша бере аламыз 3 айдың көлемінде. 3 айдың көлемінде оқып біткеннен кейін сіз сертификат алғаннан кейін сол жұмыс орнына барып, арман қарай жұмысыңызды жалғастыруға толық мүмкіншілік аласыз. Жаңағы менің сол сұрақтарының ішіндегі айттым ғой, қамтып кетеді деген. Сол сұрақтардың бірі жаңағы сіз айтып өттіңіз. Ол оқу курстары тегін ба, тегін емес па деген секілді. Тегін. Мемлекет 100% өзінің қарамағына алады. Яғни ол жерде мамандықтардың күрделілігіне байланысты. 3 айдан 6 айға дейін. Түсінікті. Мәселен болғанда, менде таныс арбада отырған кісілер бар. Кейде ол кісілер маған звондап сұрайды, жұмыс бар ма деген секілді. Олар да мәселен білмейді, қай жерге барып жұмыс іздесе болады деген секілді. Жаңағы желтоқсан адресін айтып қойсаңыз, көрермендерге бәрде олар көріп отырып. Бізде Талдықорған қаласында бұрын енді жұмыспен қамту орталығы деп аталған. 2023 жылдан әлеуметтік кодекс қабылданғаннан бастап қазір трансформация болды. Бұл орталықтардың атауы ауыстырылды, мансап орталығы. Бізде Талдықорған қаласы бойынша Желтоқсан көшесі 222-ші үйде орналасқан мансап орталығы. Ал қалған аудан қалаларда, мысалы Текелі қаласы болсын, Жансүгір, Учарал, Жаркент қалаларында өздерінің аудан орталықтарында тура осындай мансап орталықтар бар. Егерде ауылды елді мекендерде болып, о жаққа бармайтын мүмкіншіліктер болмаса, еңбек KZ-қа кірсін, телефонын ашсын, еңбек.kz деп терсе, сол жерден қандай вакансиялар бар, соның барлығы көріп алуға болады. Сол жерде біздегі мансап орталығының телефондары бар. Сол жерге үйде отырып қана консультация алуға толық мүмкіншіліктер болады. Көріп отқандарыңыздай, мансап орталығына барасыздар. Өздеріңізге ұнайтын жұмыстарды таңдайсыздар. Егер вакансиясы әрине болып жатса, сіздерде 3 ай оқуға мүмкіндіктеріңіз болады. 3 ай. Сіздерге стипендия төленеді. Жақсы мүмкіндік. Әрине. Біз көп жағдайда білмейміз жолдарынша, көп жағдайда білмей жатамыз. Информация жетпей жатады бізге. Сол себепті жақсы мүмкіншілік. Мұны жерде бір нәрсені айтып өтейікші. Енді мүгедектігі бар азаматтар мен 12 мүшесі азаматтарды салыстыруға келмейді. Біздің өз басымыз, енді менің өз басым, егер мүгедектігі бар азаматтар келді ма, дипломы бар болуы мүмкін. Бірақ кейбір жұмыс берушілер алғылар келмейді, сөзін ашық керек. Квотаны қоспай қойық. Бірақ біз сол кісілерге жастар практикасын ұсынамыз. Алғашқы жұмыс орны жобасы бар, қоғамдық жұмыстар бар. Жоқ дегенде бір 6 ай, 1 жылдың көлемінде барып, сол жерде қызмет жасасыншы. Егерде ары қарай алып кететін жағдайда, өз-өзін көрсететін жағдайда,
тұрақты жұмысқа орналасуға толық мүмкіншілігі бар. Яғни ол мүгедектігі бола тұра енді ақша табу керек қой, қаржы табу керек. Мейлі ол 100 мың болсын, мейлі ол 85 мың теңге болсын, ай сайынғы бір кіріс болу керек. Азаматтың ертең үнжырғасы түспеу үшін ай сайынғы бір табысы болу керек. Қоғамға керектілігі болу керек. Сондай қағидатты біздің өзіміз ұстанамыз. Отбасыма қандай да бір көмек тигізіп жатырмын деген ой болады. Ол жұмыс беруші алмаса да біз өзімізге жауапкершілікті алып, міне біз бұл азаматты сізге жібереміз. Ай сайынғы жалақысын біз жібереміз. Тек қана сіз отыратын орнын тауып берсеңіз болды деген қағида. Менде мынандай ұсыныс деймін бе, сондай бір ой келген болатын. Мәселен, кейбір мүгедектігі бар жандар, арбада отырғандар, сыртқа жұмысқа отырып шығып, жұмыс жасағанға бір жағынан ұялады, бір жағынан істей ала ма, істей алмай ма деген өздерінде қорқыныш болады. Мәселен, балалар үйіндегі мынандай бір практика бар екен. Оларды бір аптаға бір отбасы күніне таңертең алып кетеді, кешкісін әкеп тастайды екен баланы. Себебі ол отбасылық ортада отбасы қандай екен деп өссін деген секілді ше. Дәл сол секілді, мәселен, арбада отырған жандарды жаңағыдай компаниялармен сөйлесіп көрсе, бір аптаға жаңағыдай отырып жұмыс жасайтын бір сотрудникпен байластырып қойып, таңертең өзі жұмысқа барады, жаңағы сотрудник курировать етіп жүрсе, көмектесіп, былай деген секілді сөйлесіп, бір ортаға үйреніскеннен кейін арғатай өзі қалып кетеді деген ойдамын өзімше. Ұсынысыңызды қабылданды, ойластырып көрейік. Ары қарай сол азаматтарға бірлесіп сопровождение жасаса дейсіз ғой, үйренгенше. Қасында адаптация болғанға. Адаптациясы осы, Бұл болады, жасауға болады. Жаңағыдай нені қозғап кетсек, жаңағыдай мүгедектігі бар жандарға негізі оларды кәсіп жүргізе алады ғой, гранттарға қатыса алады. Сол жайлы айтып кетсек қалай? Бұл бағытта да мемлекеттігіміз үлкен қолдау шараларын көрсетуде. Оның бірегейі бізде 400 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жыл сайын бізде қайтарымсыз грант беріледі. Ол теңгеге қанша болады? Қазір енді 400 айлық есептік көрсеткіш десеміз, бір айлық есептік көрсеткіш қазір бізде 3932 теңге, оны көбейтсеміз 400-ге 1.700.000 теңгенің көлемінде шығады. Енді қатты бір ауқымды қаражат болмаса да, бір стартап жұмыстарын бастама жасауға бір жететін қаржы. Бізде биыл 203 осындай грант бөлінді, 203 азаматқа. Оны біз екі этапқа бөлгенбіз, екі лек деп айтамыз. Біріншісіне қазір біз 90-дай азаматқа бердік. Соның ішінде бір 50% мүгедектігі бар азаматтар 1.700.000-ді өздерінің бизнес жобаларын жасап, комиссияның алдында қорғап, бүгінгі күні сол бизнес жобаны жеңіп алды. Бұл жерде қажеттілігі қандай категориялар? Мүгедектігі бар азаматтар бірінші санат, екінші мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар бере алады, көпбалалы отбасылар бере алады, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар бере алады. Бұның бір ерекшелігі, ол азаматтар біздегі еңбек KZ-қа тіркеліп, Skills еңбек деген платформа бар. Сол жерге бастау бизнесті бір апта 7 күн оқу керек. Егерде сертификат алған жағдайда өзінің бизнес жобасын қорғайды комиссияның алдында. Көбінесе комиссияның бірінші қолдайтын нәрсесі мүгедектігі бар азаматтардың жобаларын қалдырмауға тырысады. Жаңағыдай осы ақпаратты негізі жұмыспен қамту орталығына барып барлығы сол жұмыспен қамту орталықтарына барса, осыны бере алады. Бізде енді міне тамыз айында екінші лекке жарияланып береміз. Бірақ енді бұл жыл сайын бір жылда ғана бітіп қалатын шаруа емес. Келесі жылда бір 200-дің жоғары жағында беруге тырысамыз. Келесі жылға да азаматтардың егерде естімесе мүмкіншіліктер бар дайындалуға. Қандай стартаптар өзінің несі бола ма деген ғой? Бізде енді көбінесе мал шаруашылығына көбінесе қолдау білдірілмейміз, өйткені альтернатива бар, ауыл аманаты деген. Ауыл шаруашылығын бағытталған. Көбінесе біздің комиссиялар ондайды қабылдамайды.
Біздегі көбінесе біздегі қазір мақұлданып жатқан жобалар бұл стоматология ашып жатқан, тігін цехы, бал өндірісі бар, гүл өндірісі бар ауылдық елді мекендерде. Одан бөлек жәнегі өздерінің бренд сияқты заттары бар, бал өндірісі бар, соның барлығын жасап жатқан мамандарды қолдаймыз. Қазір көбінесе өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдардан шаштар аз, сән салоны деген көп жайылып кетті ғой. Ондай стартап жобаларды біз көбінесе қолдамауға тырысамыз. Тырнақ жасайтын деген секілді. Иә. Енді осы гранттардың жоқ. Не ғой, ұмыт қалдым, миыма келеді бір сұрақ. Күшті бір сұрақ келеді. Мүгедектігі бар жандардың тағы білмейтін информациялар бар ма? Осы салада болмаса жұмыс саласында? Мүгедектігі бар азаматтарға, мәселен, ана жолы мен сізден 3 күннен кейін дедіңіз бе, 15 күннің ішінде қайтарып беруге болады дегенді ғой? Көбісі білмейді екен оны. Иә. Өзінің техникалық құралдарын, Сол секілді осы жұмыс болмаса гранттардың ішінде біз білмейтін нәрселер бар ма екен? Бізде мүгедектігі бар азаматтарға, егерде биыл оқу орындарын бітіріп жатқан болатын болса, өздерінің сертификат тапсырады ғой бұл кісілер, ұлттық бірыңғай тестілеу. Сондай санаттағы азаматтар 50 балдан жоғары алып, я болмаса 70-тен жоғары алатын болса, бізде облыс әкімінің гранты бар. 2 санатқа бөлінеді, яғни біреуі балдарын жоғары алған азаматтар, екіншісі әлеуметтік осал топтағы санаттағы отбасылардан шыққан студент балаларға арналған. Соларға жеңілдіктер бар. Комиссияда қарайды. Ол жерде енді балының жоғарылығына байланысты. Бірақ мүгедектігі бар азаматтарға жеңілдік сол жерде қарастырылған. Білім гранты, оқу грантына байланысты. Студент болам деген балаларға байланысты. Ал оқуды бітіргеннен кейін ол нені грант қайтара ма әлде? Қайтармайды, бірақ сол Жетісу облысының көлемінде сол салада жұмыс жасау керек. Жұмыс жасау керек. Соңғы 3 жылдың көлемінде. Оқу орнын өздері жұмыс тауып бере ме әлде өздері іздейді? Егерде жұмыс орындарын тауып беру мүмкін болады, жұмыс жоғары оқу орындары. Екіншіден біздегі білім басқармасы бұл өтінімдерді қалай жинайды? Ол білім басқармасы өзі жинамайды. Әрбір басқармалардан ветеринария болсын, денсаулық сақтау, әлеуметтік сала болсын, ол барлығын жинап алады. Міне бізге осындай мамандар керек, осыны оқуға грант бөлсеңіздер деген өтінімдердің негізінде ол маман 4 жылдың көлемінде бітірген кезде сол салаға жіберіп, міне сіздердің берген өтінімдеріңіз бойынша мына бала 4 жыл оқып шықты, қайдан енді жұмыс орындарын ұсыныңыз деген ол кісілер міндеттеме қояды. Сол жерге барып жұмысқа орналасуға мүмкіншілік болады. Ол бір жағы. Екінші жағы дегеніміз жәнегі грант мәселесі. Сосын біздегі тағы бір айтып өтетін жағдай, мына техникалық құрал жабдықтарды алатын мемлекеттік кепілдендірілген заттар бар, оңалту құралдары бар. Оны барлығымыз білеміз, порталмен алады, әлеуметтік портал деген. Көп азаматтарымыз білмейді, келіп атқан затты бірақ болу шығып мүмкін, ол Алматыдан келуі мүмкін, жолда бір бөліну мүмкін. Келді ма, көрді ма, барлығын өзіне көргеннен кейін барлығы сай келетін болса, техникалық зерттеуіне қарай алып қалуға мүмкіншілігі болады. Ал ондайға сәйкес келмейтін болса, 3 күннің көлемінде поставщикке фотосын жіберіп, мына жері дұрыс емес, мен сізге қайтарам деген актмен порталға шығарып болады. Егерде орындамаған жағдайда поставщик оны, біз ол кісілерді комиссиямен порталдан шығарып тастаймыз. Яғни екінші рет ондай азаматтар порталға өздерінің заттарын қоя алмайды. Поставщикке мәселен олар бас тартты мәселен. Мен сіздерге барам ба? Бізге бересіз. Мен сіздерге барам да, осындай жағдай болды деп. Бізге хабарласасыз. Я болмаса, ауданда елді мекендерде орналасатын болса, жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері бар. Сол жерге өзінің шағымын көрсетсе болды. Жазбаша келуді қазір міндетті емес, өтініш бар, өзіңіз білесіз.
номерациясын көрсетсін, поставщиктің иін биін көрсетсін, болды. Комиссияны қараймыз. Рахмет, қонақ болып келгеніңізге тағы да. Енді алдағы неде сізге өзім хабарлассам, қандай тақырыпта әңгіме өрбітетініңізді. Жақсы. Келгеніңізге рахмет, уақыт тауып. Рахмет. Енді жолға шығайын деп жатсыз, аман-есен барып, демалып қайтыңыздар. Рахмет. Жақсы. Сіздер тіркеліңіздер, арнаға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Қош сау болыңыздар.